Достар, барлықтарыңызға сәлем. Уже атынан көргендеріңізде бүгінгі біздің влог аптамыз туған күн жайында болады. Менің туған күнім, мен 26 жасым, уже 26 жасым тойлайын деп жатырмын. Сол сіздерді барлықтарыңызды осы влогқа шақырамын. Бірінші туған күнге алдында айтқанда жасайтын болдым. Соған дайындығымдан бастағым келіп тұр. Экстрені 3 күн қалған кезінде туған күн жасаймын деп ойымдағының барлығын по максимуму жасайын деп жатырмын. Сол үшін қазір бірінші дайындықтан қалай дайындалып жатырмын, не жасайын деп жатырмын, соның барлығын сіздерге көрсетіп, содан бастағым келіп тұр. Қазір біз мама екеуміз базар жаққа қарай шығып жатырмық, мелочтарды алуға. Копи-центрға келдім, менің қағаздарымды шығарып жатыр. Бізде осындай копи-центр бар, барлық нәрсе шығатын. Соны отырмын күтіп. Так, достар, базардан келдік. Мына жақта алған заттарым, пакетиктер алдым. И бағана копи-центрдан шығарғандарым. Короче, мынау менде типа бомбонерканың орнына болу керек еді әр қонақтың алдына. Бірақ мынау менің ойлағаным кішкентай қылып шығарып қойды. Қазір білмеймін қалай болатынын. Көрдіңіздер ме? Мына жағын мен тесуім керек та. Оның ішіне әр қонаққа осындай не алған болатынмын. Нет, помада. Мына былай, ойбай, былай қоюым керек қой. Қалай болады екен? Білмеймін, слишком кішкентай сияқты ма. Короче, осындай. Қазір көреміз қалай болатынын кескеннен кейін, бірақ мен ойымша кішкентай сияқты. Мына жақта менің ойындарым, сценарий сияқты. И мына жақта тоже әр адамның алдына беретін ойындар. Короче, өйстіп дайындалып отырмын. Мына жерде битва слов, яғни мына жақта көрдіңіздер ме, сөздерді мына жаққа жазу керек. Қалай болатынын. И мына жақта мындай или деген ойын мені қаншалықты білетінін, кейде қонақтардың мен мына жақта не таңдаймын, соған не қояды. Мынандай сол адам, короче, кім көп дауыс нетеді, сол адам ұтады деген сияқты. Чтоб қызық болсын, бір-біріміз бетімізге қарап отпайық деп осындай нәрселер дайындадым мен. Ол жерде неше түрлі пакетиктер размерден, менің сыйлықтарыма осындай размерде пакетик кішкентай, потом кішкене дәурек, кішкене кішірек. Көреміз қалай болатынын барлығының. Қазір дайындаймын, сол кезде белгілі боладым. Достар, менің туған күнім басталып жатыр. Маған мама дөңгелекте құттықтаған осындай бенто тортик берді. Королева рождается в августе деген осындай гүл келді баука мен маманың атынан. И мен жаңа ана жақта отырып, мына бәрін қойып, өзім видео түсіріп жатырмын рилзға. Так, достар, жоқ, біз барлық видео фотолар жасап біттік. Менің самый любимый сорт гүлдерімнің Джулия деген розаның түрі. Яғни обожаю, иісі прям күшті болып тұр. И мен мына жақта тортты уже жағып, мына рет өшіріп, жағып, уже вот неге де инстаграмға да түсіріп жеп, қазір сіздерге дегустациясын жасам келіп тұр. Жаңа бүйтіп істеген кезімде, только кремін істедім, прям барлық. Қазір жеп көреміз дәмін қандай екенін. Так, мама келіңіз. Бірінші кусокты мамаға берейін. Смола. Нежный, да? Мына жерде не? Ой. Как вам? Нежный, да? Рахмет, мамочка. Ас болсын. Туған күн сөйтіп мама екеуміз бастап чадық. Қазір Балканың жерген подаркасы келе жатыр. В пути Алматыдан. Түсірген бәрін инстаграмға салайдар, саған жоқпын. Менің инстаграмда 2 мам, 3 қыз ровно 12-де құттықтадым. Сол қыздарға отдельный рахмет, мен ұмытпай. Тура туыстарым сияқты 12-де құттықтап жатқан. Сіздер туған күнмен шақырамын.
барлық сурет видеолардың бәрін дұрыстап инстаграмға салдым, құттықтаулардың барлығын алып жатырмын. Тағы да үлкен рахмет барлықтарыңызға. Осы уақыт ішінде маған Бауканың подаркасы да Алматыдан уже келіп жетті. Осындай мен өзімнің таңдаған менің вишлистімдегі зат. Бұл уже Мономед екенін көріп тұрғандарыңыздай жаңа парфюм, туалетная вода или қалай айтасыздар, менің самый любимый иістерімнің бірі. Осы Маскинаның осындай несі, прям маған обожаю осы нені. Қазір кішкене ашамыз. Прям мен қатты қалап жүрген болатын осыны көктемнен бері. Рахмет, Баука. Ал енді туған күнді ұйымдастыруға қарай келетін болсақ, сіздер білесіздер, мен қалай планировать еткенді, план барлығын по пунктам жазған жақсы көремін. Сол үшін мен осындай туған күнге жаңағы 3 күн қалғанда жасайын деп шештім дедім ғой. Сол кезден бастап өзіме осы жаққа жазып қойғанмын, до день рождения не жасап үлгеруім керек екен. Давайте енді по пунктам өтіп, нені жасадым, нені жасау керектігін көрейік. Ең бірінші менде пригласительный болған. Мен осындай пригласительный жасап қыздарға жіберген болатын барлығын. Бұл жерде уже негізінде галочка тұр жасалынған деген. Потом екінші ол, конечно, туған күн өтетін жерді, кафені, летникқа бронь қою. Оны да мен жынды сияқты кеш есіме түсіп, кеше түнде есіме түсіп, броньдамағаным, олар маған жауап бермей, бағана утром қана жауап берді. Сол үшін тоже галочка. Келесі, конечно же, меню. Оны да бағана күндіз барып мен менюға заказ беріп келдік мама екеуміз. Одан кейін мен айтқандай туған күнде енді бір-біріңді қатты танитындар болсын, қатты танымайтындар болсын, андай неловкий моменттер болып қалады. Үн-түнсіз, тыныш болып қалатын, сондай жағдайлар болмасын деп бағана айтқандай мен кішігірім ойындар, активностьтар, интерактивтар жасағым келген болатын. Вот соларды жазып қойғанмын. И менде примерно дайын. Мен қазір айтып өтем сіздерге тағы да бір рет қандай екенін. Одан кейін пакеттер, менің беретін сыйлықтарыма кішігірім тоже сыйлықтар, жаңағыдай ойындардан кейін. Просто так ойнамас үшін, какой-то мотивация болу үшін ойын ойнағанда, жігерлендіру үшін адамдарды приздар дайындаған болатын. Соларға пакеттер бағана алып келдім, көрдіңіздер. Одан кейін әр адамның алдына беретін кішігірім сыйлық, бірақ та мен қазір менің ойымнан шықпай жатыр. Жаңағы банерке ма қалай айтады. Бірақ тоже галочка, ол да орындадым. Одан кейін мен ертең салондарға барып, әдемі болып барым келіп тұр туған күніме. Мен осындай салондарға барып дайындалмағаныма, наверное, 21 жасымнан кейін вообще үйтіп жасамадым ойдым туған күнімді. Вот сол салондарға барым келеді, сол бағана барлық салондарға жазылдым. Шашым менен макияжға ертең баратын боламыз. Мен примерно осындай макияж хочу, вот блестки, стразалармен, необычный более сондай прям. Енді білмеймін, может түнде өзгеріп қалмаса, пока что осындайлардан хочу. Одан кейін так салондарға жазылдым. Одан кейін образ тоже түнде кеше жатқаннан кейін мен киетін нәрсем білмедім, не киетінімді, уже үйде киім болмады менде, менің көңілімнен шығатын ашудың базарынан мен таппадым да. Поэтому мен кеше түнде тоже бірнеше магазинге жазып онлайн Алматыдағы, и маған олар бағана күндіз утром жауап берді, и маған салып жіберді. Сол затымда міне менде жаңа ғана Алматыдан келді пакетиктен. Қазір маған соны киіп көру керек. Туған күнге образымды қалай болатын, сол үшін оғанда галочка. Келесі, конечно же, торт дизайн. Менде екі торт болды. Жаңағы біреуі түнгі 12-де мама құттықтаған, маған видеоларыма керекті. Бенте торт, тоже дизайн өзім таңдадым, мамаларға рахмет. Екіншісі торт примерно осындай я хочу. Ешқандай сөзсіз, просто, но өте әдемі мен ойымша. Маған осындай осы жылы я хочу. Сол үшін оғанда галочка қоямыз. Сонымен қатар келесі мен жасалмаған әлі нәрсем, ол, наверное, уже туған күннен кейін жасайтын шығармын. Бұл письмо өз-өзіме хат. Короче, мен осыны бір алдында 1-2 ай бұрын көріп қалғанмын. Өз-өзіне хат жазуды олар андай жылдың басында жазып, жылдың соңында оқиды екен. Ал мен өзім ойладым, осы жылы жазып, 26 жастағы өзім, чтоб келесі жылы 27 жастағы өзім оқитындай, келесі жылға өз-өзіме хат жазғым келеді. Осыны, наверное, туған күннен кейін жасайтын шығармын.
сіздермен бірге. Әлі білмеймін не жазатынымды, қалай жазатынымды, сол үшін аяғында бөлісетін боламын. Әлі галочка қоймаймын. И келесі последний ол идеялар видеоға, яғни ертең мүмкін қыздармен түсіріп қалатын, әлі тапқан жоқпын, әлі ойластырған жоқпын. Переход әлі тапқан жоқпын. Вот сол менде қалғаның барлығы көріп тұрғандарыңыздай орындалдым. Енді қазір мен подаркаларымды пакеттен салып қойдым. Қазір киімді киіп көрем ертеңге образымды, плюс жаңағы банбанерка, соларды жасаймын. Қазір достар менен кесіп жатырмын мына. Қараңыздар қандай болып шығып жатыр. Мен дұрыс түсіндірмедім ба білмеймін. Потом өзім үйге келгенде байқадым. Мен негізі біріншіден мынандай қаттырақ нені хотела, кордон сияқты. Екіншіден мынаның размері дәурек болады деп ойладым. Мен көрген Pinterestте суретте мынау полностью нені алатын, артының барлығынша, и мынау бүйтіп тұратын. Мына блеск для губ, помада ма қалай. Осылай әдемі болып, мынау жерде бір уродский болып тұрған сияқты ма деп өзім ойлап тұрмын. Қараңыздаршы. Не знаю даже. Білмей жатырмын қалай болады. Сағат 6-тан асып жатыр. Мен енді ұйықтайын деп жатырмын. Гүлдерімді мына жаққа қойып қойдым. Тура терезенің мынандай суығы келсін деп. Кішкене салқындау дегенім. Ұйықтайын деп жатырмын. Басқа не бітіргенімді ертең айтайын ұйықтап тұрған соң. Қайырлы таң достар, барлықтарыңызға. Мен уже душтан шықтым, шашым су болып тұр. Уже киініп, линзамды тағып, бүгін ешқандай бетіме әлі макияж істеген жоқпын. SPF-камды жақтым да. Вот киімімді киіп алдым. Мынау ыңғайлы киім. Қазір салоннан кейін шешкенге мен всегда осындай рубашка сияқты нәрсені кием, чтобы киім ауыстырғанда салоннан кейін ыңғайлы болу үшін. И қазір мен уже шашқа қарай шығып бара жатырмын. Жаңа мен тұрып мамаға көмектесіп, потом душқа түскенмін. Поэтому шашым әлі кеуіп үлгерген жоқ. Достар, мен салоннан келдім, қазір түрімді көрсетемін. Мына жақта уже мама менің екінші тортымды, бүгін жаңағы кафеге алып баратын тортымды істеп қойыпты. Кеше сіздерге көрсеткен менің референсымдағындай сурет, прям ожидание болды. Күшті, прям қараңыздар, мен осында именно большие клубникаларын өсіп тұрғанын. И ештеңкесіз хотела. И үстіне бұл свечки, пожалуйста, бере саласыз ба? Үстіне осындай әдемі свечалар болады. Осындай мен тоже именно осындай хотела. Мына жақтардың бәріне. Вот, красотища. Мама, рахмет. Қараңыздар. Клубниканың иісі не передается. Жалко, что через камеру иіс берілгенде вообще сіздерде нетіп кететін едіңіздер. Иісін сезетін едіңіздер. Сол қазір барлығын упаковать етіп дайындалып жатырмық. Так, достар, мен келдім. Мен макияжымды көрсеткен жоқпын сіздерге. Блин, бірнәрсе ұшып жүр. Осындай таңдадық. Как вам? Мен қазір так, былай тұрып алайыншы. Мен қазір Get-Ready USB түсірейін деп жатырмын. Reels'ға ма, Stories'ға ма қазір көреміз. Соны түсіріп алайын, сосын қазір киініп алайын, сосын сіздерге образымды барлығын көрсететін боламын. Маған өте қатынап тұр, қалай макияжым шыққаным. Так, достар, вот менің окончательный образым. Мына үстінде кеше киген блузка. Айтқам сізге, блин, аяқ жағым көрмей тұр, аяқ жағында осындай юбочка. Вот, жаңа Get-Ready USB түсірдім. А еще маған мына ханшайым сестренкам осындай сумочка берді. Ол сумочканы ұстамасама деп тұрмын. Как вам? Көрмей тұрма, көрмей. Вот, все, макияжым, алтындарым барлығын тағып, готова. Мына менің дастарханым, біз келдік наконец-то. Мен жасаған кеше, кстати, банбанеркаларым осындай болды. Бар миым жеткені, банбанеркамен айналыспағаныма шүкір, короче. Менің красотка мамам. Мамам жасағандары, капкейктер красота болып тұр. Қазір келіп жатыр. Мына менің сыйлықтарым. Менің полностью образым. Кстати, осындай. Менің қонақтарым. Не үшін бәрін беттен жауып жатсың?
Менің қонақтарым, коллегаларым, подружкаларым, мына жерде тағы бір қыз бар, что шығып кеттім. Сол қазір бүгін күн менің туған күнім болса, бәрі интерактивмен байланысты болсын енді. Давайте по очереди мандай немен танысқан кездеріңізді айтып шығыңыздаршы. Мен Ботамен Аружанның туған күнінде танысқам. Қойшы? Иә. Мен даже не знаю. Содан кейін класстас болдық. Иә, Сол капец. кезде танысқам. Да, жазда тоже, Иә, августта. жазда танысқанбыз. Аружан туған күні, сосын Бота өзінің туған күніне шақырды. 2017 ма, примерно, иә? 11 Мә, жас болды. капец. Мен ұмытып қаптым. Давай гуляйым. Мен Ботамен жұмыста таныстым. Бота маған вообще басқаша көрінген. Қандай? Первый Өзінше. Бәрі өзінше көрінеді. мен подписчиктерім шок болып жатқан жер, қалай Бота өзінше. Жоқ, бір көргенде солай ақа көрінесің. Андай профессионал жақ документтеріне әкеледі ме? Негізі Бота емес. Вообще. Келесі. Мен Ботамен 2023-те Харланға көшкенде таныстым. Бота кейін Кухняда көрдік деп білемін. кухняда. Сол кезде Бота өзінің кабинетінде отырады, ешкім сөйлеспейді. Необщительная болады. Меруерт бар емес біздің. Сол тартып жерде сөйтіп сондай общение. Содан кейін ашыла бастады ғой. Абылай ешқашан не қылмайды неше. Сол кезде танысқанбыз Ботамен. Мен жігер аға бәрін кухняға келгенде помню. Сізден помню. Анель ханым. Негізі әңгіме жіберетін адам ғой. Қазір жіберем ғой енді басында қоймын. Ай, даусымыз қатты шығар. Естілмейді атан аяғы. Біз Ботамен 10-шы класс көшкен кезде таныстық. Сразу араласып бастаған жоқпыз. Иә, сразу. Ортасына или соңына қарай. Зайканың арқасында ойын, кажется. Сол кезде танысып бастап, сол кезден бері араласамыз. Потому что Анельде мен де көп сөйлемейміз, кішкене біреу бізді қоспаса, қазір зато сөйлесе береміз. Нұрай, первое впечатление еді ғой жаңа. Қандай? Танысқанда бірінші ойын. Мен осы кезде блогер екенін білмейтін через Аружан білдім ғой. Мықты, чудо кезде блогер. Өзі 2 жыл болды бастырғаны? Негізі ол кезде блогерлер жоқ болды чудо. Таңғалатын күшті бол. Мен де Бота сияқты болып білетін дедім, ол қиял ғой. Күшті болатын, қызық болатын сен ана блогтан көретін ғой. Такая интересный, кітапты да оқиды, өзіне де уақытты бөледі. Күшті бір андай видеолар мысалы үшін бүкіл үзбей көретін үшін Бота деп Ботаның анасының келетін. Мақтай бер. Молодец. Давай гуляем. Поклонницасы бар. Мен өзінше деп ойладым. Айтсаның дедің. Иә, жаңа Неге айтсам. өзінше деп Жоқ, ойладың? мен блогер екенін білген жоқпын. Сен абысын Бірақ ол мен менять етпейтін еді ойымды. Иә, абысындарым айтты, бәрі айтты, Ботамен бірге жұмыс еткенсіз ғой. Бота сізде жақта істей ма? Ол кім деп қоямын. Бота флайшы блогер дейді. Потом Жанеркеден сұраймын. Бота блогер ма десем, иә, ютубқа түсіреді білмейсің ба? Бешаден сұраймын. Бота флай деп бізде ютуб үйге барам кешкісін тамақ істеймін, Бота флай қосып қоямын бәрін. Сел қойдым, барлық видеосын көремін деп, бірақ көре алмадым. Жете алмадың ба? Жете алмадым оған. 10 жылдық енді оңай емес. Оңай емес екен. Дене шапкесінде қандай ой? Мен ба, сенде ба? Вообще необщительная деп ойлады. Өзінше, еще Тараздан келген ғой. Таразская, городская деші. Меруерт екен. Басқармадан келген деп қой. Басқармадан келген. Деп қоямыз. Деп қоямыз. А блогер екен тоже білген жоқсыз. Потом мен қызым атты Ботафлай депші. Поддержка береді. Анель ханым, сізде қандай ой болды? Даусым естілмейді, қатайшы. Милашканда видеосы мысықтар шығады ғой. Оны сен өлтіресің. Ботаны көрген кезде мен негізі басында ойладым. Өзінше. Өзінің қызым болды, общение өзінікі болды. Бір класста оқысақ дейді, арнасында қызынасында. Кейін сөйлесіп бастадық. Вроде нормально. Бірақ мен де сөйлемейтін. Вроде нормально. Басында өзінше сондай деп ойладым мен. Кейін сөйлесіп отырыстарға барып, содан кейін жеріне араласа бастадық. Бірақ мен ол кезде Ботаны болып түсіретін білген жоқпын. Мен бүгінгі жаңалығым барлығы мені өзінше деп ойлапты. Бұл маған өтті открытие. Нұрай ғана, өзінше епті Нұрай.
Саған қазір тоқтыңдар бөлігімізде. Иә, дұрыс айтасың. Нұрай, ой, бәрі айтып шықты менімен танысқан кездерін, енді сен очереден. Фариза деген біздің шу қаламызда журналист, шу медианың бас журналистерінің бірі. Мен ботамен Нұрай арқылы таныстым. Нұрай телевизияда оқыды, Сипунда да оқыды. Сосын ары қарай мен бірінші бастығым Меруерт әпкемен танысқаннан кейін барып жақсы ботамен араластым. Туған күнде, кажется, иә? Туған күнде. Бәте, иә. СМТ туған күнде сол кезде жақсы араласып кеттік. Ал енді келесіне, мен туралы бірінші ойын көргенде. Сондай әдемі қыз деген. Red flag, дос, red flag. Болды, торт бермейтін болдым. Мен всегда Инстаграмнан, Ютубтан көреміз ғой, сосын барып живую көрген кезде прям адамды тартып тұрды өзіне. Әдемі, ақылды. Басқалардың сөздерін кеспеймін да, Фаризаныкін ғана қалдырам болды. Жаңа қайт қосым керек мынаны деп. Макияжды айтыш. Еще боянбаймын негізі мен таң қалдым. Енді мен сен бартара жаздың ғой, бірінші келген адамға сыйлық бар депші. Айтқан жоқсың сен маған, арам. Айтпайсың ба? Естіген жоқпын мен. Енді бізде бірінші саған бірінші келген зейне шақыр. Жеті, ровно жеті деген. Кешкен адамға бар ма? Жеті, нөл екі. Бота кешкен адамға бар ма, пожалуйста? Айтшы. Сіз бүгін чемпион болдыңыз. Бірінші келі ота алды. Дауыс жазылмай қалған дейді, бір айтсыргенде. Екінші тағы да бір не бар, приз бар. Тарелкаларыңыздың астында біреуде салфетка болса, сол адамда приз бар. Ой, құдай. Ой, Фариза. Айтты, Нұрайдың жолы болмайды мен. Болды, қалам болды енді. Бота айтты. Тойға бардың деп айтасың, Фариза. Бәріне ошаға оты деп намектадым, отқан только Фариза. Маған айтқан жоқсың. Бәрі оты бұлар ошаға оты. Маған айтқан жоқсың. Сенен тағы да кешке отырып қойшы. Қазір тағы ойындар оты. Қарап қойған астында не? Жақта жреби бар, үшін тапсырма шығады, ол тапсырманы орындайды. Ода есеп емес па, құдай есеп шығарамай жақты базар оғаты. Кім ойнайды? Давай, давай. Мен ойнайыншы, мен. Оператор болып тұршы. Андай отырып орындайтын сұрақ сондайлар ғой, қиын емес? Чапиді қоссам. Бүгінгі сұрақтыңдар маған қатысты. Бір. Дауыс сұрақ болсын. Сразу ма, бәрін етпей ма? Жоқ, сен Сіз айтасыз. орындайсың. Бәрі көп болған бай, маған тілек айт дейді. Ал. Ойбай. Тұрсаңыз болады. Давай, ақты бол деймін ба енді? Бұны оданбай. Оданбай. Отыра берсеші мен. Қалапма деген ой бар. Бақыт, байлық бәрі сода ғой. Ойлап та, ойлан. Ақша. Ойбай. Бақыт көп болсын өмірімде. Бұ бар ғой? Бос деп айтпа. Бұсыз. Сіз өтпей ма? Бұсыз. Махаббат тілеймін, денсаулық тілеймін, ақша тілеймін. Самый важный ақылды. Шай істейді ғой. Ақылды ғой енді. Одан ары ақылды ма? Ми тілеймін онда. Удача тілеймін. Оңай сұрақ түсті негізден, е? Давай, Анельден бөліп. Анел дауысымыз қатты шығарамыз. Микрофонның бір тың осы қой көрген. Бір. Есеп шығарып атыр дейсің. Ең оқсайды? Сөмкеңдегі ең ерекше қыз. Давай. Мен орысшалап қарап. Сумкадағы не дейді? Сумкадағы ең қызықты ерекше зат. Сен самый дәу коляска сенде ғой. Соска дейді. Самый қызықты. Памперс. Точно ешкімде жоқ. Молодец. Зор. Давай, біз сөйтсек. Мен ба? Есеп жоқ дедің ғой. Маған қатысты бәрі дедің ғой. Дауыстап. Мен танымал жұлдызбын. Сен мықты журналистсің. Менен интервью ал. О, саған давай. Саған түспеген айтам да.
Давай, мам, бір-екі сұрақ қоясың, типа. Гуляем всю жизнь. Давай. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма, құрметті Шу халқы. Бүгін біз әйгілі осы Шу қаласының керемет блогерлерінің бірі Бота Флайменбіз. Қазір ерекше бір сұрақтарымызды көреміз. Бота ханым. Давай, музыка салғанша. Блогерлікті не үшін бастағыңыз келді? Мен негізі осы америкалық ютуб маған бірінші ашылды, сол жерде қыздар сияқты болғым келді. Америкалық тым сөз түсінбесем де сол сияқты көре беретінмін. Одан кейін как будто көп аудитория бар сияқты блог түсіп бастап кеттім. Жақсы, өте керемет. Бота ханым, тағы да бір сұрақ. Сіз мысалы кітап көп оқисыз, соны қалай бастап кеттіңіз? Мысалы кез келген адам бастай алмайды, оқысаңыз сіз қалай соны бастап кеттіңіз? Мен мамам кітап қатты оқыған жақсы көреді. Мамам кітаптары көп и қасында мама оқытқаннан кейін менде де қызығушылық пайда болды. Содан көрдім. Жақсы, Бота ханым, сіз достық қалай таңдайсыз? Досты адам жаңағы адалдығындай, осындай сенің қуанышты да, қуанышты емес жағдайларда да қасында болатын, любой нәрсеге қарамай келетін, қолдайтын, қасында болатын адамдарды вот уақыт келе көресің ғой, сразу таппайсың. Осылай кішкене оцениваешь или потом ойың өзгереді деген сияқты. Бота ханым, соңғы сұрақ қояйықшы. Последний, қосымша сұрақ қояйықшы. Негізі қомтауы. Соңғы сұрақ қазір кезде бастыңыз. Бұл сұрақ Жұмбақ. Бұл сұрақтың жауабын келесі эфирде бересіз. Өтірік байыспаймыз. мен туралы үш хат айтып. Құлағына сыбырлаймын ба десең. Мен білем деп. Мен көрерменнің көмегі бар ма дедіңіз? Давай, журналистік нелерді көретін. Үш хат мықты блогер. Болды ма? Өзің? Аспаз десе, аспаз. Қазақша сөйлесіңдер, қазақша. Ұйқыдан енді тұрдым деген сторисі көп сияқты. Жақсы айттым. Ойымдамын. Номері қандай десе? Қандай? Егер де сен маған профессия таңдағанда қандай? Егер де сіз менің профессия, диплом бойынша заңгермін, немесе заңгер екенімді білмейсіз маған танысаңыз, қандай профессия қандай едіңіз? Бухгалтер десеңші. Қойыңызшы, шыдамайды, бота шыдамайтын сияқты. Сабырлы, өте жақсы балалардың общениесіне күшті мұғалім болады. Балалардың бәрін үйге алып жүреді. Блог түсіретін балалармен деп. Балалар давай түсіреміз. Бүгін сабақ сол деп. Қазір ол туралы айтам қазір. Неден алдыңыз деген сұрақ па? Неден алдыңыз деп па? Ойбай. Мен неше рет толып жатырмын, сонша рет отырып тұрмын. Мына жерге хотя бы аяқтан алсаңыз. Маған ақтауға намекает. Мен тенші. Я. Бит па? Давайте. Қанша боласың? 26.
Қинамай хотя бы оңға дейін. қалай отырамын тағы жатсам ма 1, 2, 3, 4. Айди, айтып отырмын сен көбірек сөйлеп жатқан ба? Ана бәрі қарап отырған. былай тұрайық Артынан қызығырақ сияқты. Анда сен алшы. ойбай не болып жатыр сені алады компьютермен Онай не шықты? Басқа жақсы жағынан айтсаңыз, жақсы жағынан айтсаңыз. Жамандай береміз. Қазір нелері аты қалайды? Бүйтіп тұрайын ба? Апаларықсы? Айта бер дейсің. Ақылды, өзінің айтқанына қайтпайды. Орындайды, ұмтылады. Әдемі әрдайым осылай, әр отырысқа боянып жүреді. Макияж, прическа әрдайым. Немқұрайлы қарамайды, әр мейрамға осылай дайындап келеді. өзін жақсы көреді так келескім келіп саған я давай Қорқыныштысын алайын. Жоқ, бір ғана действие болады. Давай. Қайттан түсті ғой, Б әрпен басталатын сөз. Наоборот, енді сенікі Б әрпімен, наоборот. Бағана Б әрпі жоқ. сіз жүресің ба Так, кез келген сөзі Б-дан басталады. иә тілек қой кез келген сөз ол Бота, бақытты бол, байлық, бастық бол, береке болсын үйінде. Ой, қиналады. Бүгінгі сөйлем құрастыру керек ғой. Тілек, бұдан болса болды сөйлемді. Сөздер бар еді. маған приколстан қалай екен Білімді бол. Бәрін бұдан ба? Банкноттарыңды қойды. Банкноттар көп болсын. Большие деньги деп па. Жаркен алдым. Ең бастысы бақытты бол. Сонымен айтып Так, Фаризада. Подарка деп түссе, маған бересің. Ейді. менімен болған ең естен кетпес естелік бүгінгі күн бота мен бірге өткізген бүгінгі күн ең естен кетпес естелік Рахмет всем за участие. В общем, бота ойын ойнатып жатыр қазір. Или деген ойын, короче. Қазір пока өзім де түсінген жоқ. Аға, мен бәріне маған қарсы сама влюбленныймын ғой мен. Не сұрақ сонда мен түсінбедім. Билендер потом көреміз кім қаншалықты мен біледі екен. Все хорошо, қазір. Ана бәрі белгілеп жатыр, мен өзімдікін көрсетпей ақ қояйын. Кімдікі дұрыс болатынын айтады. Достар сіздерге айтқан или деген ойын. Қазір көреміз кім мені жақсылап біледі екен. Приз береміз ғой деймін осы ойынға. Маған беш. Иә, мен сен өзіңізге. Сен не ғой мен? Ой, бұл. Мен белгілі. Беріп қойын ба саған? Берейін бе? Күшіңді көрсетпей. Оқисың мен дауыс Білмейді, белгілей салды. Так, давайте бірінші сұрақ. Поздно ложиться или рано вставать? Поздно ложиться. Поздно ложиться. Мә тілім келмесе видеді. Покер-фейс или открытая книга? Книга. мен басында покер фейстерімді фотосымен Нет, басында маған покер-фейс. жабылып көрінді прям Эмоциясы жолы тұйық. Мен оны білмедім мен. Түсінген жоқпыз
Мен де түсінген жоқпын. Айтпайсың. Сол бір балл, короче, кімде покер қоясыз бір балл. Мен басына книга Кофаларыңызға бермейсің ба не бал? Бір балдан ғой, короче, каждыйдың. Давайте. Кафе или домашняя еда? Домашняя еда. Ладно, домашняя. Ой, мен кафе деп. Комедия или ужастик? Ужастик. 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 3 балл. Бір балл, так. Простить или отпустить? Остаться дома. Или запомнить надолго? И надо дома деген қалып қалды ғой. Нет, простить, отпустить деген андай. Жоқ, он алдында қалып қалды, он алдында. Остаться дома или пойти гулять? Пойти гулять. Остаться дома. Ой. Сен білмейсің ба не? Простить или отпустить или запомнить? Біріншісі. Запомнить надолго. Мен кекшімін. Туған келгендер, я запомнила. Так, кофе или чай? Чай. Кофе. Ой. Суши или пицца? Суши. Пицца. Кеше суши жеп жатыр еді. Не пицца, суши. Араб өтірікші. Өткенде де суши жеп кеп тұрдым. Суши редко. Сен жаңа пицца жеген көрген жоқпын мен. Суши редко жемойсың. Ну ладно. Так, все под контролем или жизнь путешествия? Жизнь приключения. Все под контролем. Туғаныңды қарасаңшы, бәріміз по списку, тайник бойынша, уақыт бойынша. Барлығы қайда? Сладкое или соленое? Сладкое. Соленое. Білемін. Последний орын алып қой. Көбірек айт. 3 балл менде. 4 балл менде. 6 менде. Бесеуі самый көп. Жоқ, ана кісі алды. Сен алма, мені вообще бағалама. Кете берейін, достар. Кете берейін. Бесеуі. Так, гуляем мәсемен біреткенсің ғой, кәдімгі. Мә, біз білмейді екенбіз. Сен бекер өсек айтпаймын. Мә, екеуміз отырып. Вообще бәрін айтып тұрамыз. Екі ұлым бар ғой, қыз болсын. Ой, Қайсы ол, қандай сөйлемін? Надо играть слов, например. В общем, мынандай парақ берді, қазір ойын ойнап жатыр. Например, бірінші айтасаңшы, біріншісі уши. Все хорошо. Келесің, давай. Так, бізде келесі ойын игра слов. Қазір көреміз кім ұтатынын. Мен негізі кеше көрдіңіздер. Көрген жоқса, 5-ке дейін тапқанын ары қарай уже басымды ауыртқым келген жоқ. Ладно, сіздерге подсказка берейін. Бұл жерде барлығы туған күнге қатысты сөздер. Барлығы. Туған күннің заттары, элементтері, сондай заттар барлығы. Кімге учка жетпей қапты ғой, тек Бануға. К сожалению. Шашлық келгенше ойын ойнап жатырық. Ал, бір, бәрімізді. Уши. Уши, иә. Екі, торт. Үш, гости. Так, төрт, қалпак. Бес, подарок. Алты, каравай. Жеті, лимонад. Ё-моё. Сегіз, конфетик. Конфетик болма? солай біресе сөзге келесің менде. Конфетти. Бір қатеге. Так, тоғыз, конкурсы. Мә. 10, застолье. Мә. 11, гирлянда. 12, вечеринка. Мә. Ё-моё. Пожелание. 14, именинник. Ё. 15, шампанское. Ё. Давай, Фаризаға дуы жап. Сені төрт сөз табылып тұрады. Мен орысша оқығам. Біз орысшаға сыйлап. Саған жеңісің құтты болсын. Жаным, саған мен. Нұрайдың үйірін айтамын. Нұрай, өзің тұрып қой. Маған подарка берейін. Маған подарка берейін.
туған күніңмен құттықтап отырыңызшы. Бірге тілек болсын, өмір жасың ұзақ болсын, әрқашан осылай бірге отырып, өміріңде жайқалып жүре бер. Әдемі сәттерім, әдемі естеліктерім көп болсын, әрқашан осындай жақсы адамдар жаныңда болсын. Денің саулығы, дастарханның байлығын, елбасының айлығын тілейміз. жақсы болғанда бағана мама келіп бастап берген. Достар, мен үйге келдім. Туған күнім бітті. Прям сіздер де көрген шығарсыздар, алдында туған күннің ішінде болғандай отырдыңыздар. Біздің сол жердегі атмосферамыз. Бір минут. Есік жауып, мама ана жақта заказ істеп жатыр. Поэтому осылай біздің атмосферамыз берілді деп ойлаймын. Максимально сіздерді сол біздің отырысымызда, қасымызда отырғандай сезінішінші деген менде ниетім, қалауым болған. Үлкен рахмет Нұрайға, оператор болған Нұрай. Бірақ бір минутса тілектер түсірмей қапты, білмеймін неге екен. Тілектер түсірмепті. Мен қазір ойланам, бірінші бізде мен мамамен барып, мама біздің менің туған күнімді ашып берген, тілек айтып, мен солай тоже хотела, чтобы мамамен барып, өйткені жыл сайын бәрін атсалысатын мама, бірақ именно мамамен сурет жоқ нормально, и мама вообще маған тілек айтып, сол жерде болмайды екен. Сол осы жылы солай хотела, и барлық қалауым, арманым орындалды, барлығы шынымен де күшті өттім, қыздарға да барлықтарына рахмет, сондай күшті әдемі тілектер айтқан, и жаңа Айгерім тәтем келді, маған ойламаған сюрприз болып осындай әдемі гүл шоқтарымен, қараңызшы қандай красота, белые розы. Осы туған күнде еще менің самый любимый гүл сорттары келді. Ол менде осындай әдемі белые розы, иістер әдемі енді. И кеше Бауканың нақта жіберген, гүлді ұмытып кеттім ресторанға апаруға. Баука мен маманың берген жаңағы Джулия сортының розалары. Менің самый любимый нелерім, гүлдің сорттары розаға қатысты. Екеуінде иістер күшті, сондай свежий. Солай өте әдемі болды. Менің образымда меніңше өте удачно шықты. Қорықпай заказ бере салғаным дұрыс болды деп ойлаймын. Барлығы шынымен де керемет болды. Еще мына сумканы мен бағана айттым ба айтпадым ба, ханшайым сестренкам берді. И мына образға тоже прям күшті үйлесіп кетті менің ойымша. Барлығы шынымен де өте жақсы жағынан, маған қайырлы жағынан орын алды. Мен кешеге дейін бүгін қалай өтеді екен, қалай болады екен, қыздардың барлығы келе ма деп. Мен басынан айтамын, мен басында 14 қызды шақырғанмын, негізі жұмысымнан бар, былай бар. Енді бұйырғаны осы, қыздар үлкен рахмет. Шынымен де барлықтарына уақыт тауып, менімен қуанышымды, осындай күшті күнімді, мен үшін маңызды күнімді бөліскендері үшін. И мен де салонға барғаныма да дымды өкінбеймін, потому что алдында ойландым, тойда басқа біреулердің тойына дайындаламыз. А почему мен өзімнің, мен үшін ең маңызды күнім, туған күнімде мен неге салонға бармасқа өзім үшін, неге? Стоит. Сол үшін өте күшті, өзімді өте сондай. Реально бүгінгі күн менікі, бүгінгі күннің ханшайымы, бүгінгі күннің иесі сияқты жүрдім. Шынымен өте жақсы тілектер айтылды. Барлығы шынымен де мен ойламағаннан да күшті өтті. Мен ұйықтайтын кезде сөйтіп тілеп жатқан болатын. Аллах, пожалуйста, Аллахым, пожалуйста, жаңа менің ертеңгі күнім мен ойламағаннан да күшті өтсінші, пожалуйста деген сияқты. Сол. И макияжым да тоже күшті өтті. Мен бағана негізі басқа жеңгем келе алмай қалып, басқа адамға жазылған болатын макияжға, бірақ жеңгем үлгерді келіп Алматыдан. И сол кісінің макияжы, ол да прям әдемі, меніңше күшті шыққан сияқты. Әлі де көрдіңіздер ма, жылтырлардың бәрі әдемі болып тұр. Мына жақта маған жылтырлар ұнады, какой-то жидкий цветный тень екен.
прям күшті. Сонымен осындай әдемі вайппен күшті көңіл күйім болып тұр. Енді қазір мен гүлдермен мен әлі еще сторисқа шыққан жоқпын. Последний сторисім бүгінге бағана салонда отқан болатын. Бүгін және кеш бойы мен барлық вниманиямды қонақтарға кешке арнадым. Телефон қарап отпайын. Оның өзі қазір уақытысы келеді, ешқайда қашып кетпейді. Сол үшін қазір мен суреттерімді түсіріп аяқтаймын. И сторисқа, инстаграмға барлық бүгінгі кештің, бүгінгі күннің контентін саламын. Так, достар, мен сіздерге өзімнің инстаграмымды и осы туған күнде салынған контентті көрсеткім келедім. Мен так, туған күніме біріншіден осындай видео дайындаған болатынмын. Осындай, бірақ бұл видеодан көрі одан кейін осындай сурет салдым. Өз-өзіме сағат түнгі 12-де өз-өзімді туған күніменен құттықтап, кіріп, көріп, оқып, лайктар қойсаңыздар болады. Одан кейін осындай видеоны сала салған болатынмын. Маманы мен туған күніменен құттықтағанын осындай әдемі жазбайменен. И мен ойламаған жерден именно осы постта, осы видеода охват өте жақсы болды. Чем дайындаған рилзымнан көрі ойламаған видеолар иногда өте жақсы не охват жинайды, қараңыздар. И обязательно барлық тілектердің бәріне мен жауап бердім, оқыдым. Барлықтарыңыздың құттықтауларыңызға үлкен рахмет. Барлығын оқып, мен жауапымды бердім. Одан кейін алдында айтқан осы Get Ready With Me туған күнге бірге дайындалайық деген видео түсірдім. Бірінші рет түсіріп тұрмын осындай видеоны. Тоже кіріп қолдап кетсеңіздер болады. Мен үшін прям қорқып салып едім. Охваты тоже жақсы болды. Мені бәрі қолдап жатыр. Қараңыздар қаншама адам. И одан кейін мен жылда қазір дәстүр қылып алдым. Өзіме әр жылы осындай арнау пост жазам. Мен 25 жасыма арнау пост жазғанмын. И 26 жасыма да өзіме арнау постын жаздым. Соны тоже кіріп оқысаңыздар болады. Басқа да осы күнгі салынған 19 күнгі салынған барлық стористардың барлығын мен мына жаққа не жасап қоям, хайлайтс қазір, сол жақтан кіріп көре аласыздар. Менің мінекей инстаграмым, тұтастырып алмасаңыздар, кіріп көріңіздер, және де комментарийға ссылкасында қалдырып қоямын. Сонымен қатар мұны байқасаңыздар, менде 26 жылдың қаңтар айынан бастап менде барлық айдың стористары салынған осындай хайлайтс бар. Яғни міне январь, февраль, мына жақта март 26 деп тұр, көрдіңіздер ма? Апрель, май, июнь, июль барлық айдікі менде салынған. Например, если сіздер менің инстаграма жаңадан кіріп тұрсаңыздар, майды басып, менің майда салынған, мінекей мына жерде 1-3 майдан басталынған барлық стористарымды көре аласыздар. Алматыда жүрген деген сияқты. Жылдың басынан тоже мінекей жаңа жылдан бастап 1 январдан бастап салынған барлық стористардың барлығын кіріп осы менің инстаграмнан көре аласыздар. Сөйтіп мен істеп қойған, білмеймін ыңғайлы ма жоқ па. Міне август айы менің аяғымда ауыртумен басталынған, міне барлығын кіріп көре аласыздар. Сол үшін барлықтарыңызды менің инстаграмыма шақырамын. Менде еще видеоларымнан көрі негізінде посттар өте жақсы охват жинайды. Сол үшін бүгін тоже бір өте күшті пост жазамын. Достар, бүгін бізде 21 уже. Кеше туған күннен кейін бір күн менде андай тыныштық күні болды. Ешкіммен сөйлемей, ешқандай влог ештеңе түсірмей, барлық инстаграмда контенттерімді аяқтап, барлығына рахметімді жазып, соның барлығын жасадым. Мен андай өзім көп нетпейтін, сөйлемейтін, тұйықты адам болғандықтан, сондай ортада болғаннан кейін менің эмоциональный да, социальный да батарейкаларым барлығы отырдым. Сол бүгін енді мынау комнатаны түсінбей тұрсаңыздар, мынау менің мамамның комнатасы. Қазір таңғы сағат 7, мен әлі ұйықтаған жоқпын. Мама мен жақта ұйықтап жатыр, поэтому мен осы жақта түсіріп жатырмын. Мебельдің барлығы бұрынғы менің мебелім, сол үшін таныс болып тұр сіздерге. Кстати, кеше туған күнде отқан кезде мен өзімнің осы сіздерменен, жазылушыларыммен, көрермендермен мақтанумен болдым, сондай мақтанышпен айтып,
қонақтарымның да достарымның барлығы да иә сенің көрермендерің молодцы саған ана жолы осындай істеп еді ғой былай істеп еді ғой деп мен еще қосып бүгін еще мені осылай құттықтады осылай істеді деп айттым и мен сондай прям соны айтқан сайын ойлаған сайын менде сондай күшті шүкіршілік сезімі оянады менің бойымда и айттым ба жоқ па мені сағат түнгі 12-де жаңағы көрермен жазылушым инстаграмда өте күшті видео істеп жіберіпті менің осы уақытқа дейінгі 16 жасымнан 26 жасыма дейінгі барлық туған күнімнің құттықтауларын күшті моменттерінің барлығын жинап бір видеоға жинаған и сондай күшті прям естелік видео болды мама екеуміз прям сондай күшті көзімізге жас келіп көрдік и шынымен де қандай сол видео менің бойымда шүкіршілік сезімін оятты біріншіден что менің реально бақытты адамдарының қатарынан екенімді түсіндім сондай күшті еңбекті жасаған 10 жылдық видеоның бәрін қарап инстаграм бар ютуб бар бәрін біріктірген бірақ өкінішке орай мен ол видеоны мына жаққа қоса алмаймын потому что музыкасына авторлық құқық болуы мүмкін бірақ бағана айтқандай мен инстаграмыма хайлайтс жасап қоямын туған күннің сол жақта барлық осы 19-ына салынған контенттің барлығын суреттердің барлығын сол жақтан көре аласыздар сол үшін кіріп көрсеңіздер болады қателеспесем арайлым деген қыз үлкен рахмет сізге мені шынымен өте қатты қуаттыңыз және де сонымен қатар басқа да вот минут сайын келіп жатқан тілектерменен қатар мен сөйтіп бізде сол күні еще заказдар болды мама менен заказдарға көмектесіп жүрсем мамаға оказывается мамамның каспиін тағы да тауып алып бір қыз маған ботаның туған күніне деп ақшалай сыйлық салып жүрген екен бұл вообще мен таң қалдырды мама да мықты ғой сенің көрермендерің деп ол сая деген қыз сая сізге үлкен рахмет и мен кейбір көрермендермен сондай бір жақын болып кеткем прям иногда подружкаларымыз сияқты инстаграмда әңгіме айтамыз вот сая деген қыз сондай қыздардың қазір қатарынан болып кетті деп айтсам болады үлкен рахмет сіздерге мен осылай қуантып мені қуантуға үлестеріңізді қосып жатқандарыңызды шынымен де мен сіздермен өте қатты бағалаймын да мақтанамын да қазір де осы видеоның астына мүмкін сіздер комментарий жазып жатқан шығарсыздар и жазуларыңызды да мен негізі сұраймын сондай прям андай мен комментарий оқыған жақсы көремін да и жылы прям сондай күшті комментарий жазыңыздаршы мен шынымен де қатты күшті оқығанды жақсы көремін сол үшін сіздерге рахметімді айтып осы айтқым келді қатты негізінде мына влогқа мен еще мамамның да тілектерін интервьюін қосқым келген еді менің балалық шағым жайлы айтылған енді бірақ та мына видео и так та ұзын болып кеткен сияқты онсыз да иә уже 1 сағаттан асты мне кажется сол үшін енді оны қоспадым бірақ сіздерге егер де мен балалық кезеңдерім маманың жаңағыдай мені қалай өсірген мен туралы қызықты нелері қызық болса естеліктері комментарийға жазып кетсеңіздер тоже мамамен бір күні сондай қысқаша интервью жасасақ болады сонымен қатар сіздерге уәде берген өзіме хат жазған жоқпын айтқанымдай видео и так ұзақ болып кетті бірақ та міндетті түрде оны мен жазамын и бұйырса осы влогтарда мен бөлісетін боламын тоже сіздерге бұл идея қалай жазып маған белгі беріп қойыңыздар мен неге сіздерге всегда осы комментарий жазыңыздар деп айтамын потому что мені сіздермен байланыстыратын сол комментарий менің видеода айтқан сұрақтарыма сұраныстарыма сіздердің жауаптарыңыз деген сияқты сол үшін барлықтарыңызды комментарийді күтемін үлкен рахмет менің 26 жасымды да сіздермен бірге бөліскендеріңізге сіздерге осы влогтың вайбы ұнады деген ойдамын менің туған күнімде отырғандай болдыңыздар деген де ойдамын жылы сөздер жазатсаңыздар үлкен рахмет сіздерге барлықтарыңызды жақсы көремін енді келесі аптада келесі менің влогтарымда кездескенше қош сау болыңыздар